Құрметті менің оқырмандарым, қазіргі таңда өте мына иық аурулары көп. Плексит ауруы, мына сустав аурулары, мына иықтардың плечевой сустав дейміз, мына иықтары өте ауыратындар көп. Кейде ол жазылмай жатады. Жазылмай жатқанда айтқанды істемейді адамдар. Мен сол плечевой суставты, мысалы, ол тек қана мына иық ауырды дейді. Иықтан емес, ол мойыннан болуы да мүмкін. Мойын омыртқа грыжа болса, мойын омыртқада протузия болса, өзгешеліктер болса, одан да иық ауруы мүмкін. Сондықтан плексит ауруларын мен өте көп емдеп жатам, келіп емделіп жатады. Бірақ та мен көбісіне айтам, 3-4 айдан кейін келіңіздер деп айтып жатам. 3-4 айдан кейін келмейді, сүйдекті мен жазылған жоқпын деп айтады. Сондықтан оның жаңағы қайттан емделетін жағдай болады. Плекситті мен көбінесе мына нүктелерін қуалап отырып емдеймін. Метамерное лечение дейді. Метамерное лечение мен Киевтен оққам. Сол бойынша, метамерное лечение бойынша жаңағы емдеймін. Одан бөлек тағы да қаншама емдер жасаймыз. Содан кейін маған жазып жатқанда айтады, мен ана докторға бардым, мынаған түстім, мынаған көрдім деп. Рас, әріптестеріміздің барлығын мен жоққа шығармаймын. Әркімнің емдеу жолдары болады. Мен мысалы маған келгенде анайға МРТ-ға түскеніңіз, басқа қылғаныңыз емес, мен өзім қайта тексеремін. Қайта тексеріп, өзімнің емдеу методымды, өзімнің тәжірибемді қолға аламын. Сонда барып жақсы болып жатады. Қазіргі жағдайда өте көп мына плексит аурулары өте көп. Мен мысалы алысқа бармай қояйын, өзім өткенде осы 2 ай бұрын ба жығылып қалдым. Сүрініп кетіп, бір кеңсе үлкен помещениенің ішінде сүрініп кетіп, былай етпетімнен жығылдым. Жығылғанда бетімді сақтап қалу үшін былай түстім. Сонда мына мойным ауырып қалды. Қараңызшы, мойным лық дегенде жоқ, ештеңке болған жоқ. Бірақ соны былай жүрдім. Содан кейін бассейнге барғанда 4-ші жолы жаңағы мойын ауырған жоқ болды. Көрдіңіздер ме? Мойныма түк те болған жоқ. Былай түстім, былай тіреп қалдым. Сондықтан әр аурудың өзінің емдейтін жолдары болады. Сонда емдеп, сонда мен массаж алған жоқпын. Массаж алған мен біліп тұрмын, ол ештеңке болмайтынын. Лық ете қалды ғой енді. Бассейннен жаттығу жасап, содан кетті. Көрдіңіздер ме? Плексит ауруларының емі өте қиын. Ол онлайн консультацияға жатпайды. Артроз, артрит аурулары көп сүрінген. Қазір аяқ аурулары өте көп. Аяқ ауырса, қазір аяқты кесіп тастайды. Мына тізені кесіп тастайды да темірді эндопротез сала салады. Ал енді ол кесіп эндопротез салғаннан кейін, ол ойлаңыз, сіз мына жерден аяғыңыз жоқ деген сөз. Мына эндопротез салды. Мына нерв жүйелерінің барлығы қайттан қалыпқа келу үшін қаншама уақыт керек? Қаншама еңбек етуіңіз керек? Қаншама жаттығудан өтуіңіз керек? Реабилитациядан өтуіңіз керек? Сондықтан шама келсе, көбірек жүріп, көбірек отырып тұрып, жаңағы эндопротезге жеткізбей, тізені емдеу керек болады. Менде тізені емдеу жолдары өте көп. Өте көп. Мысалы, таяқпен келіп, таяғын тастап кеткен кісілер бар. Жақында ғана Жаңаөзеннен келді. Ол емделген де жоқ тіптен. Тізелерін ғана мен өзімнің амалдарымды жасадым. Неше түрлі инъекцияменен амалдарымды жасадым. Қазір барса таяқты қалай тастадың деп, қазір 60-70-тің айналасындағы адамдар бірінен бірі сұрайды ғой, қаяқта емделдің, не қылдың деп. Сол сияқты таяқты қалай тастадың, кімге емделдің деген сияқты сұрақтарды беріп жатыр деп, сондай жаңағы қуанып хабарласып жатыр. Артроз артритті менің емдегенім өте көп болды. Қазір артроз артрит өте көп. Үлкен кісілерді әсіресе өте көп. Мына кәдімгі тізенің арасындағы мынау қимылдап тұру керек қой бүйтіп. Амортизация жасап тұру керек. Ол мынау ердегі сілекей жоқ болып кетеді. Ол воспаление болады. Ол көп жүрмегендіктен болады. Сөйтеді де жоқ болады да мына бір-біріне сүйек қажайды. Гонартрозға айналады ол. Болмаса мына ердің бәріне зубчик өсіп кетеді. Шеуіршектің барлығы кетіп қалады, былай жетканда. Шеуіршектің арасындағы сөлдер кетіп қалады. Сондықтан оны жақсылап емдеу керек болады. Енді тіптен жүремей қалған адам болмаса, кейде менде осы 4-ші степенге кеткен адамдарда жақсы болып жатады, артроз артриттен, тізе емдерінен. Сондықтан тізе емдерінде келуге болады. Енді арқалы айттым, плекситті мен жаңағы метамерное лечениемен емдеймін деп айттым. Ал тізені емдеу жолдары өте үлкен. Салмақты да азайту керек болады. Тіптен тамақты да дұрыстау керек болады. Біз дұрыс тамақтанатын болсақ, бізде ауру аз болады. Көзіміз тоймай жеп аламыз. Мысалы, бір 4-5 мәнт жеу керек болса, біз 10 мәнт жеп аламыз, тәттілігі сондай. Содан кейін қамыр тамақты үйіп салып жеп аламыз. Жоқ,
ашқарақтық болмайды. Мына асқазан мынандай ғана болатын болса, оның үштен бір бөлігін бос қойып қою керек. Үштен бір бөлігі бос тұру керек. Мынаның барлығы мына өттен құйылған, ұйқы безінен құйылған жаңағы өзінің ферменттері барғаннан кейін мына өзі кашиста болып кәдімгі жақсылап қорытылу керек. Сондықтан асқазанды бейтіп толғанша ішпеңіздер. Асқазанның былай үштен бір бөлігі бос тұрсын. Кішкентай, ол тамақ іше салып адам тоймайды. Тамақ ішкеннен кейін 20 минуттан кейін барып сіздің қаншалықты тойғаныңыз белгілі болады. Өйткені тамақ ішіп аламыз да, деп ырсылдап кетеміз ғой. Ырсылдап кетпеген не қыламыз? Ол бір жарты сағатта да ырсылдай бастаймыз. Өйткені мынаның ішінің бәрін толтырып алдық біз. Толтырып алдық. Сондықтан ол қиналып кетті. Білдіңіздер ме? Сондықтан жаңағы мысалы бір сумкаға зат салатын болсақ, осы замогын тырсылдатып барып бүйтіп жаба алсақ, жабылмайды ғой. Сол сияқты ғой адамның іші де. Сондықтан осы асқазанға жаңағы тамақ ішкенде дұрыс тамақтанып, одан кейін барып тамаққа бір орын, шайға бір орын, суға бір орын қалдырып сөйтіп жегеніміз дұрыс болады. Сонда біз сау боламыз. Біздің ішкі құрылысымыз сонда сау болады. Енді сіздерге көбінесе тамақтану туралы да айтатын боламын. Қазіргі таңда мен сіздердің ішкі құрылыстарыңызды және плексит, артроз, артритті айтып өттім. Артроз, артритті айтқан кезде тамақтануды міндетті түрде қостым. Неге десеңіздер, ол сүйектің салмағына, қаншалықты салмақсыз, қаншалықты тамақ ішіп жатсыз, оның бәрі әсер етеді. Дұрыс тамақтану дегеніміз сол болады. Мен сіздермен әрқашанда біргемін. Мен енді сөйлей берсем, сөзім де көп, тәжірибем, 30 жылдық тәжірибенің бәрін жинай берсең, ол да көп. Сондықтан айтатын нәрселерім көп, әлі сіздермен бірге боламын деп ойлаймын. Маған жазылып кетуді ұмытпаңыздар, кеңес сұрауды ұмытпаңыздар, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, лайк қосып, қоңыраушаны басып қойуды ұмытпаңыздар. Аман сау болайық.